Ақша үшін бе, әлде мансап үшін бе? Бұл барлығы ұйымдастырылып отырылған тірлік. Сыныптасыңыздың өтірік айтуы мүмкін бе? Именно бұл жағдайға келгенде иә деп ойлаймын. Сіздерден басқа қыздар болды ма, или дәл сіздер болдыңыздар ма қасында? Біз 3 қыз болдық. И жарты сабақтан соң бір класстасың. Білім саласында 30 жылға жуық қызмет еткен ұстазды зорлықшы қылмақ болған кімдер? Әке-шеше балдарына қарауға уақыт жоқ. Оқы десе бәле қаласың. Болмаған нәрсені болды деу, ол қазіргі заманда таңсық нәрсе болмай қалды ғой. А если каждый ата-ана бетіп жала жаба беретін болса, онда мұғалімдер қалмайды ғой. Жібек Жол ауылындағы оқушы қыздың әкесі мектепке пышақ алып жүгіргені рас па? Мектепке пышақпен кірді деді. Қыздың әкесі мектепке пышақ көтеріп, келіп, маған оқталып. Я еле его уговорила, зорға қойдырдым деді әкемді. Оранған келіншектер ауыл тұрғындарын неліктен мектепке жинауға үндеп жүр? Үшеу ма, төртеу ма әйелді көрдім мен. Барлығы орамал жабылған кісілер екен. WhatsApp-тарға группаға тарқатып, жігіттер, шығыңыздар, еркек бар ма деген неге? Өзі де орамалды кісі, мамасы. Ауылдан ешкім келмеді. Педагогтың қылмысқа қатысы бар жоғы анықталмай тұрып, оны педофил деп айыптап, WhatsApp чаттарда хабарлап жүргендер неге жауапқа тартылмайды? Енді бұланы туплары намазған. Бұларды ойы давастауға қотару үшін. Мектеп әкімшілігі неліктен мұғалімнің мәртебесін қорғауға мүдделі болмай отыр? Білмez 30 жылдан асқан мен білем ғой мұны. Примерно 3000-нан артық шәкіртайым деді. Мектеп директорлары сағатты саудалап жатқан кезде ұстаздар ата-аналар тарапынан да қолдау көрмейді. Менің айыпты емес екенімді, бұның барлығын түсіндіруден мен уже басым шаршады. Әділдік іздеген ұстаздың ақиқатын айтамыз. Бұл оқиға қай мектепте болып жатыр? Әлкей Марғұлан, 58-ші мектеп. Сол мектепте қызыңыз 10 жыл бойы Нөлі бастап оқиды сияқты. Бұл уақытқа дейін ешқандай сорақылық болмаған. Бұл оқиға туралы өзіңіз қалай естіп білдіңіз? Жұмыстан келсем бір түрлі жатады, тамаққа шықпайды. Не болды қызым деп шықсам, кейін мама жүріңізші сөйлесейікші деді. Сөйтіп барып, сөйтіп айтып берді. Қорқып, дірілдеп кеттім. Сөйтіп 19 сентябрь күні андай тоже сабақта 4 қыз бір бала қапты да, басқалар жоқ. Сөйтіп аз қапсындар ғой деп сабаққа тоже кабинетіне шақырыпты. Сөйтіп қарасам, мама столдың астында шашка тұр екен дейді. Сөйтіп 2 раунд ойнаған. Ойнағаннан кейін енді 3-ші не бастаған кезде қалған қыздар айтқан, ағай біз класске бара берейікші, сабаққа дайындала берейікші деген. Сөйтіп, мақұл бара беріңдер десе, бұл да орнынан тұрып, мен де кетем десе, ты доиграй деген, Хакима, ты останься, доиграй, кейін кетесің деген. Сөйтіп, аналар шығып кеткеннен кейін қызым қалған. Сөйтіп, ойнап болғаннан кейін, енді неғысы бұл тұрып, мұны қызымның қасына келіп, қолынан тартқан. Тартып, бүйтіп мойны искеп, шашыны искегенде, қандай шампунге басыңды жуасың деп, мойны искеп, мойны сүймақшы болған. Сөйтіп, ағай деп бүйтіп өзінің арқаға қалған. Ағай дегенде, мама не қыларымды білмей сасып қалып, бүйтіп мен шашканы жинайыншы дедім дейді. Шашканы жинап атсам, тағы бүйтіп қасыма келіп белімнен құшақтады дейді. Құшақтап жібермей тұрды дейді. Бақырмадым ба десе, мама қорқып кеттім, не қыларымды білмедім. Бүйтіп алған ғой қызым. Қолымды көтер дейді екен. Сөйтіп бұл қорқып кеткен, ағай деп өзіне бүйтіп арқаға асы қолын ұстап алған, жібермей тұрған қол. Вырезі негізі осындай ма, или өзің сөйтіп алғансың ба деді. Міне даулы. Не істедім? Я өз негізі сондай ғой дедім. Бәрі балдар саған осы қарап не істеп жатыр ғой, бәрі балдардың өзіне қаратып алғансың ба дейді. Мен жоқ айтып, кейін шығып кеттім. Қайдан қашып, жауаптан шығып кеттім. Спорт залдың ішінде кабинетте өзінің кабинетінде сол бірінші күні танысу болған кезде бізді енді расписанияларын істеп отқан кезде біз білмедік то, что оның урокі екенін, и всех без формы едік, осы формада мен едім, и өйстіп маған замечание бәрі шығып кеткеннен кейін тек қана өзіме сондай замечание істеп жатыр. Бәрі шығып кеткеннен кейін мені қалдырып, неге юбкаң осындай деп менен сұрады. Шашың неге өйтіп алғансың, шашың ұзын екен, шашың әдемі екен деп сөйтіп айтады. Я желкемнен ұстайтын еді. Ұстап меха бер желкемнен артынан кеп ұстайтын еді. Сен меха тұрсай, бүйтіп тұрсай деп тұратын еді. Сөйтіп, көбінше физкультурный форма сабағында несе белімнен ұстайтын еді, сөйтетін еді. Қалай ұстайтын еді? Белімнен бүйтіп ұстап, сен меха тұрсай деп ұстап алып, бүйтеп прям ұстады, көрсетші.
бүйтіп ұстап тұрып мына жаққа өтсей деп итеретін да. Итереді. Не, бүйтіп мына жаққа тұрсай сен, мына жаққа тұрсай сен, мына жақтан атсай деп не доп атып жатқан кезінде сөйтетін еді. Полицияға бардыңыздар ма? Иә, барып жазылды. Жаздыңыздар. Иә. Арыз жаздыңыздар. Иә. Сол ауыл аймақ, ол полицияда кішігірім жер. Иә. Ол қылмыстық құрамы белгілері жоқ деп. Бывший депутат болған үшін мен бұл жапты болып кетеді деп қорқып мен осы жаққа хабарластым. Түркістан облысы Сарыағаш ауданына қарасты Жібек жол ауылы соңғы кездері дабыра мен дауға ілікті. Сол ауылдың мызғымас татулығын сақтап, ұрпағына саналы тәрбие беріп, қоғамның дамуына үлес қосып жүрген Абдымұса Қаржанбаевтың басына бір-ақ күнде қара бұлт төнді. Еңбегімен елге танылған ұстазға, оқушы қызға сұқтана қарадың деп, дәлелсіз айып тағып, оқушы қыздың атанасы 2 аптадан бері елдің берекесін алып жүр. Жібек жолы ауылының тұрғынымын. Сол ауылдағы Әлке Марғұлан атындағы орта мектепте дене шынықтыру пәнінен сабақ беремін. Оқиға 18 күні болған. Бұл жерде дене шынықтыру ұстазы жалпы жалғыз бір қызға емес, бүкіл оқушыларға ескертпе сын айтқан. Яғни юбканы тізеден төмен кию керек, жаңа дене тәрбиесіне келген кезде шашты жинап отыру керек деп. Бірақ жаңағы сыныптағы жігіттер жәбірленуші қызға қарай күліп мазақтап отырғаннан кейін, сол қызға қарап айтылғаннан кейін, ол қыз өзіне, менің ол өзімнің ойым, жаңа көңіліне алып қалуы мүмкін, неге ағай маған қаратып айтты деген. Сол күні сіздерде негізі сабақ болмау керек, иә? Түсінуім бойынша. Иә. Сіз куәгерсіз. Куәгер, бұл жақта бірге болғам, кабинетте бірге болғам. Бақтияр ағайға мен осы жерде тұрдық, екеуміз есіктен шығамыз деп, мен Бақтияр ағайға өтініш жасадым, мені үйге алып барып таста деп. Екеуміз шығып барып, мына жерге келгенімізде 11-ші В сыныбының қыздары мына жерге келіп тоқтады. Ағай, у нас расписание поменяли, у нас физкультура деп айтты мына жерде. 19 күні, келесі күні, жаңағы шахмат ойнаған күні. Неге екені белгісіз, әлі міне 19 қыркүйекке дейін сабақ кестесі бекітілмеген. Яғни мұғалімдердің жүктемесі толық заңды түрде бекітілмеген, осыдан ақ білуге болады. Себебі дүйсенбі күні жаңағы дене шынықтыру сабағы болып отыр. Екінші күні негізі дене шынықтыру сабағы екінші сабақ болу керек, бірақ неге екені белгісіз, қайтадан оны 5-ші сабаққа қойып қойған. Тіпті жаңағы Мұса ағай ол күні сабақ болатынын өзінің жаңа 5-ші сабақта болатынын білмегенде. Кабинетінен шығып бара жатқан кезде 3-4 қыз келген. Яғни ағай бүгін бізде дене шынықтыру сабағы. Сол жерде яғни олардың жартысында форма бар, жартысында форма жоқ. Сол күні спорт залда кімдер болды? Именно спорт залдың өзінде Данияр ағай болды. Біз вообще сабаққа кіріп келген кезде Мұса ағай мен Бақтияр ағай шығып кетіп жатқан болады. И Мұса ағай бізді көреді, сабағын өтеді. И Бақтияр ағай сол кезде спортивкасын киіп сыртқа шығып кетеді. Сонымен Мұса ағай сонымен бірге қап кетті. Кабинетте 4 қызмен бірге қап кеткеннен кейін мен сол кабинеттен шығып далаға кеттім. Бір 15-20 минуттан кейін мына спорт залға келіп, бір шетте мына жақта отырдым. Олардың үстінде тіпті сабаққа дайын емес, формасы да болмағаннан кейін, Иә, потому что олар расписанияда дене шынықтыру бар екенін білмедік деп келді ағай деді. Мен формаларын қайда деп сұрадым олардан. Формамыз жоқ деген соң, онда кіріп отырыңдар, шашка ойнаңдар деп мына жерде досканы қойдық. Енді сыныпта қанша оқушы негізі? Сыныпта бір 20 оқушы болса керек. Сізге 4-5 оқушы келген. Иә. 20 оқушының қалғаны қайда? Келмеді деді. Мен сұрадым оны кірген соң. Сабақ қазір қыркүйектің аяғы. Әлі сабақ кестесі толығымен дұрыс қойылмаған. Оқушылардың бірі бар, бірі жоқ. Бірақ сол уақытта сіздің сабақ уақыты кезінде бала бір оқыс оқиғаға тап болған жағдайда кім жауапты болар еді? Әрине сіз жауапты болар едіңіз. Дұрыс па? Дұрыс. Былайынша айтқанда.
Оқушылар қыздар сабаққа келген соң мен өзім орнымда сол жерде отырып сыныптағы оқушылардың бәрін түгелдеп шықтым. Оның көпшілігін олар сұранып кеткен сол күні болған, бірақ көпшілігі сұранып кеткенін айтты сабақтан. Ал ол балалардан тек қана жаңағы Мавлянов Мұхаммад біраз өткен соң кіріп келді. Яғни сіздер білген жоқсыздар ғой, дене тәрбиесі болатын? Нет, сол күні бізде вторник күні екінші сабаққа қойған болатын. Но бізге класстасым біреу айтты, что екінші сабақ емес, қазір бізде басқа сабақ болады деді. Кейін 5-ші сабаққа қойып қойыпты. Дене тәрбиесін ауыстырып қойған? Иә, ауыстырып қойған, расписание бойынша. Бірақ сіздер алдын ала білдіңіздер ме, дене тәрбиесі болатын? Иә, сол күні бар екенін білдік. Бар екенін білдіңіздер, иә? Яғни ол жүйелі түрде сол уақытта болу керек па, дене тәрбиесі? Иә, негізі екінші сабақ болу керек еді, но расписаниені өзгертіп жүрді. Сіздерде үнемі өстіп расписание ауысып тұра ма? Иә, ауысып тұрады. Неге? Білмедім. Сіздер сұрамайсыздар ма, неге бізде расписание ауыса береді деп? Бізге жауап бермеді осы туралы. Неге ауыса береді дегенге. Неге сіздер сол күні дене тәрбие сабағына 4-ақ оқушы келдіңіздер? Біздің өз сабақтарға 26 оқушыдан примерно 12-14 келеді. Қалғаны қайда? Қалғандары 5-ші сабақ болғасын қашып кетеді, біреулері дополнительный бар. Іздемей ма мұғалімдеріңіз? Жоқ, біздің класс жетекшіміз айтады, типа келіңдер дейді, олар тыңдамайды. Сонда сіздерде үнемі солай ма? Иә, үнемі солай. Максимум 15 адам келеді бір апта, 2 аптада. Қалғаны қайда? Қалғандары әйші жібермейді. Сабаққа жібермейді? Иә. Жалпы сыныпта 25 оқушы, бірақ сабаққа ол жерде 5-6 оқушы келген. Ол нені білдіреді? Әлі біздің ауыл аймақтарда білім сапасы өте нашар. Яғни бір жолға қойылмаған. Сабаққа 4-5 оқушы келеді. Сол жаңағы спорт залда жаңағы жәбірленуші деп отырған қызымыз ағай шахмат ойнайық дейді. Яғни сол жерде формасы жоқ болған екен, ол жерде отырып шахмат ойнайды. Ол жерде куәгерлер бар. Спорт залда қызмет жасап жатқан басқа ұстаздар да болған. 6-шы сынып сол жерде спорт залда ойнап жүрген. Данияр ағай бар куәгер, Бақтияр ағай бар куәгер. Және сенің жеке телефоныңды да талап етті ма? Иә, телефон номерімді жазып алдым. Қалай сонда? Не мақсатта? Сол 19 бір общий чаттар болу керек емес пе негізінде? Общий чатымыз бар негізі. Именно сол 19 сентябрь күні маған қашан горело әкеп бересің деп менден номерімді сұрап алды. Яғни сол оқиғадан кейін сұрап жатыр ғой, тағы да. Сол оқиға болып жатқан уақытта сұрап алды. Экранға назар аударайық. Масқара. WhatsApp есть? Да. На этом номере нет же WhatsApp или заблокирован. Напиши через WhatsApp. Мұны қалай, бұл не сонда? Бұл сообщение түрінде SMS. Сіздің номеріңізді сұрады, енді WhatsApp-пен сөйлесіп жазса бармаған, сөйтіп SMS-пен жазған. Сіз ол қыздан Ахматтың номерін жібер деп неге сұрадыңыз сол күні? Ахмат маған сол класстың физругі болған, маған осындай тізім... Оқушылар арасындағы арнайы сайлап қоясыздар ғой, солай түсінуім бойынша. Сол күні Ахмат келмеді деп айтты маған, сабаққа келмеді. Мен ол қыздан Ахматтың телефон номерін сұрадым. Ол кезде ол ана есіктің қасында тұрды. Есікті ұстап тұрған еді, ашып, жауып, сол есіктің қасында тұрды. Телефонына маған WhatsApp-тан номерін тастай жібер деп айттым. Оға дейін мен мына шкафтарды, тумбочкаларымды құлтап, ол шығып кетті. Оның артынан біраздан соң мен шықтым кейін, мыналардың барлығын жауып. Шыққан кезімде коридорда Бақтияр ағай тұрған еді. Барып Бақтияр ағайға жолықтым кейін. Яғни телефон номерін сұрағаныңыз тек қана соған бола керек болды, Ахматтың номерін. Иә. Ол WhatsApp-та да, кейін маған жазғанында да, мына жақтан ана сообщениядан жаздым ғой мен, WhatsApp-ың істеме заблокирован, WhatsApp не работает, заблокирован деп жаздым. Ол маған WhatsApp-тан здравствуйте, зачем вам WhatsApp деп жазды. Мен жаздым, мне WhatsApp не нужен, мне нужен Ахматта номер деп жаздым. Сонымен Ахматтың номерін жіберді ма ол кісі? Жоқ, жіберген жоқ. Сол күні дене шынықтыру сабағына келген оқушылар Абдымуса Мұханұлының ондай әрекетке бармайтынын айтып, оқиғаның қалай болғанын баяндады. Тиісті деген қыздың сынып жетекшісі мен спорт залда болған әріптестері де бұл оқиғаға қатысты өз көргендерін бөлісті.
Аша ақиқатты айтты. Оқиға болған күні сен құрбыңның қасында болдың. Жалпы оқиға қалай болды? Еш бүкпесіз, өтіріксіз, тек қана ақиқат айтамыз, иә? Давайте мен сізге бәрін басынан айтам, как вообще бізді Мұсағай сабақ беруді бастады. Понедельник болатын, барлығымыз сабақ болатын білмейміз, именно физкультура болатын білмейміз, екінші сабақ болатын. Барлығымыз школьный формада сабаққа барамыз. Сосын Мұсағай айтады, қыздарға отырыңдар дейді, балдарды жанына тұрғызып қояды. Ортада отырады Мұсағай. Сосын Хакима ең шетте отырады. И ода обтяжка юбка болады. И шашын жайып алған болады. И Мұсағай қарайды да, қыздар дейді, шашты жиып жүреміз дейді. Әлі өріп аламыз дейді. Білесіңдер ме неге вообще әйел заты шаш аяды деп сұрайды бізден. И мен айтам, бәрін демей отқаннан соң, ағай мен айта салайыншы деймін, ішіме сыймай кетті. Сөйтіп айтам, андай, типа, әйел адамның үйінде біреу қайтыс болса, ғана шаш аяды деп айтам. Мұсағай дұрыс дейді. Сөйтіп Хакимаға айтады, шашын жиып ал дейді. Ол шашын жиып атады. И бәріміз енді отырмыз ғой, бәріміз Мұсағайға қарап отырмыз, не айтады екен деп. Сөйтіп Мұсағай балдарға замечание береді там. Бір-екі рет береді, оны түсінбейміз басында. Сосын Хакимаға қарайды да, типа, сәл жиылып отыр дейді, сәл ары отыр дейді. Ода юбка болатын, обрезана жерге дейін келетін. И сол қоңырау болады, бізге сабаққа баруға болады. Сосын ағай қыздарды кішкене задержка ұстайды да, айтады, қыздар дейді, юбканы дейді, тізеден сәл төмен киіңдер дейді. Және Хакимаға замечание бердім дейді, бірақ ол байқамады дейді. Балдардың бәрі соның санына қарап отыр дейді. Сөйтіп, біз жарайды ағай, я оған айтамыз деп шығып кетеміз. Потом на следующий день вторник болады. Вторник күні бізде расписание бойынша тоже 3 сабаққа болу керек болатын. И оны 6 сабаққа ауыстырады. Оқиға осы жерден басталды. Иә. Сол күні сол қызбен осы жерде ойнадыңыз. Иә. Соны айтып берсеңіз енді. 19-шы қыркүйек күні 6 сабағында осы жерден жаңағы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Бақтияр ағаймен осы жерден шығып баратқан кезде расписанияда менде сабақ жоқ еді, көтеріліп шығып баратқанымда 11-ші В сыныбының қыздары кіріп келе жатыр екен. Ағай, у нас поменяли урок, наш урок деп келді мына жерде. Сол күні сізден бөлек бұл жерде басқа да мұғалімдер болды ма? Иә, сол күні мына спорт залда есіктің ар жағында 4-5 метр жерде Бақтияр ағай деген біздің дене шынықтыру пәні мұғалімі сол жерде скамейкада отырған. Ар жағында басқа да оқушылардың дауысы шығып тұрды мына спорт залда. Жолшы Данияр ағайдың сабағы болып жатқан 6-шы сыныпта. Яғни сол күні бұл жерде адамдар өте көп болды. Иә. Ойнап жатқан балалар, сабақ беріп жатқан мұғалімдер, жаңағыдай арам ойлы пиғылға баруға мүмкіндік болған жоқ. Иә, әрине. Ондай оқиға мүлдем болған жоқ деп айта аласыз ғой? Иә. Сол күні сол қыздың өзі сізге шахмат ойнауға ұсыныс жасаған екен. Иә, мен жоғарыда мына жерде өзім орнымда отырдым. Оқушылар осы жерде отырған қатар. Мына жерде шашка андай доскасы тұрды. Мен оқушыларға айттым, кім шашка ойнайды деп сол жерде сұрадым жаңағы жерден. Барлығы үндемей тұрды да, кейін мен орнымнан тұрып жақындап келдім осы жерге, мына столға. Мына жерде отырған жаңағы Хакима деген оқушы, ағай, мен ойнаймын деді. Мен қолымдағы мына суды, столдың үстінде тұрған суды көрсетіп, ал болмасам кім ұтса мына суды жеңіп алсын деген ұсыныс айттым. Ол келісті. Бірінші партияны ойнап жатқанда біз сол жерде тұрамыз. И ерке екеуміз сұранамыз. Ағай, біз кете берсек бола ма дейміз. Там 7 сабақ болу керек, біз киім ауыстыру керекпіз. И сөйтіп ағай айтады, сендерді қазір завучтар көрсе маған сөз тиеді ғой дейді. Кішкене ойлана отырады. Бопты онда завучтарға көрінбей бара беріңдер дейді. Біз енді шығып кетіп жатқан кезде коридорда завуч айқайлап жатқан, қандай сабақ деп. Оны біз естеміз да, кабинетке қайтадан кіріп жатқанда біздің Мұхаммад деген класстасымыз келіп қалады. И мен айтамын оған, Мұсағайдың көзіне көрініп кетсейші деймін. Ол сабаққа көп қатыспайтын.
сөйтіп ол да кіреді. И тағы кішкене 5 минуттай 3 минуттай отырамыз. Сөйтіп біз ағайға айтамыз, ағай біз кете береміз дейміз. Сөйтіп шығамыз. И 3 қыз ол кезде уже Нұрхон да бізбен бірге шығады да. И үшеуміз шығып кетіп жатқан кезде біздің арқамыздан Мұхаммад деген бала келе жатыр еді. 3-ші этажға шығамыз. Потом біз мен киім ауыстыруым керек болады. Сөйтіп енді киім ауыстырайын деп жатқан кезде сырттан Мұхаммад классқа кірмекші болады. И сол кезде ерке есіктің алдында тұрады да, айтады, Аружан киініп жатыр дейді. Сөйтіп онда мен кеттім дейді, үйіне қайтып кетті. Сөйтіп отырамыз, киім ауыстырып болдық, 3 қыз болып әңгімелесіп отырамыз. Потом звонок болады, классқа Хакима кіріп келеді. И где-то отыратын демейміз, сөйтіп сұраймыз, кім ұтты дейміз. Сөйтіп айтады, мен ұтылып қалдым дейді. Енді среда күні 3-ші сабақ горилла апарып беруім керек дейді. Есік ашылып жабылды. 3 рет па 4 рет ашылып жабылды. Сояқтан бір қыз шығып кетті. Арқасынан бір 3 минут па 4 минуттан кейін Мұсағай шығып кетті. Содан кейін еш нәрсе мен көрмедім. Кеше мектепке барғанда ол мектепте камераларда тұр ғой. Қызым шықты. Ана сағат 10 минут 11 минут уақыт өткен ол. Осы шықты. Басқа бала жоқ, спортзалда. Сол күні ол қыздың көңіл күйі қалай еді? Жақсы еді көңіл күйі. Сіздерге енді маған осындай жағдай болды, ағай маған бір артық дүниелер жасады деген сияқты әңгімелер айтқан жоқ па? Жоқ. Жылап дегендей, психологиялық травма алғандай, истерика болғандай. Болды ма сондай көңіл күй? Жоқ. Звонок болды, ол кіріп келді. Қолымда телефон бар еді. Бір нәрсе күліп керіп отқан еді. Бір нәрсе көрген болатын, наверное, күліп келді. Кейін отырды. Біз сұрақ қойдық, сұраққа жауап берді. Горилла апарып беремін деді. Көңіл күйі жақсы болған еді. Яғни күліп, сіздермен жаңағыдай әзілдеп, ойнап, солай жүрді иә сол күні? Бірақ енді ол ата-анасына менің сол күні состоянием өте нашар болды, менің көңіл күйім болған жоқ. Мені ол кезде класстас қыздарым көрді, олар подтвердить етіп бере алады деп. Яғни сіздерді айтып тұр ғой, куәгер ретінде. Немесе басқа қыздарда болды ма? Біз көрдік, что они хорошо поиграли. Жақсы ойын болған сияқты. И күлгеніне қарағанда сіздерден басқа қыздар болды ма, или дәл сіздер болдыңыздар ма қасында? Біз 3 қыз болдық. И жарты сабақтан соң бір класстасын. Болды ма, басқа ешкім болған? Яғни сіздер ғана куәгерсіздер? Куәгер, иә. Сіздер ғана? Иә. Жалпы неге олай өтірік айтты деп ойлайсыз? Онысын нақты білмедім. Мүмкін горилланы апарып бергісі келмегеннен деп ойламайсыз ба? Может быть, әлде жаңағы шашыңды барлық оқушының көзінше шашыңды жинап ал деген үшін кек сақтап қалды деп ойламайсыз ба? Жалпы құрбыңызды қалай жаңағыдай сипаттап бересіз мінезін? Мінезін? Иә. Мен онымен қатты араласпаймын сыныпта, тек келгенде привет, пока, солай. Вообще, ол бірінші сабаққа кешігіп келетін, где-то 10-15 минутқа. И мұғалімдер замечание беретін, кішкене ертерек тұрып, там боянып салануға успеть етесің, кішкене ертерек тұрып келсең деп, всегда солай замечание беретін. Бұлай бүйтіп. Жақын араласпайсыз? Жақын араласпаймын. Сыныптасыңыз? Жай ғана сыныптас ретінде сәлем. Сыныптасыңыздың өтірік айтуы мүмкін бе? Именно бұл жағдайға келгенде, я деп ойлаймын. Себебі ондай жағдай болған жоқ. Себебі ондай жағдай болған жоқ. Ол айтып жатқан дүниелер жасалған жоқ. Жоқ. Бізге Мұса ағай сабақ бергелі, мен оны 5-ші сыныптан танимын. Бізге мұғалімдер айтатын пример дейтін, мені типа осындай болу керек деп айтатын, типа спортивный состязаниялар болады ғой, үлкен мероприятиялар. Соны мына Мұса ағайларың істейді деп бізге пример қылып көрсететін, жаман жолға кірмеңдер деп балдарды там не істейтін. Сабағына барғанда сұрайды, қызымға қалайсың, жақсысың ба, балдар тиісіп жатқан жоқ па деп.
ешкім бүйтіп артық сөз айтып жатқан жоқ па деп сұрайды. Бізге андай, маған лично өзі қызы ретінде айтады да. Қызымға қарның тоқ па деп, буфетке кіріп бір бәле жеп ал деп солай қарайтын өзіме лично. Қыркүйектің 21-іне Хакиманың анасы маған WhatsApp желісінде сообщение хабарлама жазады. Сізге мектепке барсам болады ма? Мен сізге ақылдасуым керек еді, бір мәселені айтуым керек еді деп. Мен айтам, айта беріңіз, тыныштық па, бәрі дұрыс па деп сұрайдым одан. Ол маған айтады, иә, қызым вторник күні үйге келеді сабақтан кейін. Сөйтіп маған айтады деді, жаловаться етіп. Физкультура сабағында енді тиіскен деп айтып жатыр мамасы, қызының сөзі бойынша. Солай тиісіп жатыр, енді мен не істеймін, не істерін білмей жатырмын дейді мамасы маған, өзіме. Дүйсенбі күні мектепке барсам болады ма дейді. Ол күні ол маған өзі хабарласты четверг күні. Болған оқиға вторник деп жатыр. Дүйсенбі күні барам деді. Жарайды дедім мен, келіңіз. Жұма күні таңертең сағат 9-да ол маған жазады. Мен келдім мектепке деп. Жарайды дедім. Сөйтіп уже қарасам спорт залдың қасында тұр екен. Сосын жүріңіз деп екеуміз кірдік. Спорт залда оқушылар ойнап жатқан, енді сабақ болып жатқан. Сосын Мұса ағай кабинетте өзі біреуі отыр екен. Сөйтіп Мұсамхан дедім, ағай, осындай ата-анам кеп тұр, сізбен сөйлесем деп жатыр дедім. Иә, жарайды, келіңіздер деді. Келіңіздер, кіріңіздер, отырыңыздар деді ағай. Екеуміз де кірдік. Мен шыға тұрайын ба деп сұрақ қойдым мен. Жалпы енді ыңғайсыз болмасын өзіме де былайды. Жоқ, сіз қала беріңіз, класс жетекші ретінде деп мамасы өтінді енді. Сөйтіп ағай да қарсы болмады деп, қала беріңіз деп, не мәселе болып жатыр деп сұрады ағай. Сынып жетекшісімен бірінші анасы келген кезде ешқандай ондай эмоция болған жоқ. Жаймен келіп, осындай оқиға, мен бұны өзім жоғары андайға айтқым жоқ, сізбен сөйлесейін деп келдім деп бірінші сынып жетекшісімен келгенде сондай жағдай болды. Сол кабинетке директор келді. Тыныштық па, жайма, не болып жатыр деді. Сөйтіп, мысалы, кірсеңші деді, директор ғой, кіріп отырды, сосын ол. Мен де сол жерде тұрдым. Не болып жатыр деді. Сөйтіп, Хакима мамасы сразу агрессияда уже директорге бәрін мәлімдеп береді. Осындай, қандай ағайларды ұстайсыздар сіздер, мына кісі сондай екен, мына кісі мындай екен деп өте ашуланып айтты директорге. Сосын директор айтады, сразу ағайға қарайды, бұл не қылған тірлік? Ағай деп сұрайды. Мен бұл жерде өзім ойым сразу айтып өтіп кетейін. Не болса да директор бұл жерде бірінші анық-қанығын біліп алу керек. Не надо наезжать на учителя. Ол даже не без доказательств мысалы да. Не болса да бірінші мән-жайды білу керек қой, дұрыс па? Не болып жатыр деп уже сразу, как будто бы шынымен де сол нәрсе болғандай, Мұса ағайдан сұрайды. Мен айттым, иә, осындай болған, мынау деп жағдайлардың барлығын түсіндікпен айттым. Ал мектептің директоры да оған қоса, сіз жұмыстан босасаңыз, осы жұмыс басылады деген маған сондай нелер айтты, ұсыныстар. Бірақ түбінде мен бұның жұмыстан босап кетіп, енді жаңағы шоковой состоянияда маған бұл қатты тиіп тұр. Бұлардың бұндай істеп жатқан ойыны, соны ескере отырып, мен жұмыстан осыдан босайтын болсам, осы мен жұмыс тынатындай ма деп айтқанымды олар жазып алып, мына жерде мен кетемін деп айтты, мойындадым деп. Мен ол ойда емес. Мынаның жаланың үлкен маған осындай жауып тұрғанын мен оны жақсы түсіндім. Және де осымен тірлік бітеді ме? Жоқ. Арадан тағы 1 сағат өткен соң мен директордың кабинетіне барып, бұл тірлік жайында айттым. Жұмыстан босаған жағдайда ертең осы ненің МВД-дан, полициялар или басқа да прокуратурадан келіп, кешегі істеген жұмыс бойынша сіз мойындап жұмыстан шығыпсыз ғой деген ол бір ой пікір менің ойымда болды ғой ол. Мен бүгін арызымды жазып жұмыстан кететін болсам, ертең олар келіп сұрасам, мен айыпты болатынымды, бұлардың ойынынан давно біліп қойғанмын мен бұлардың. Маған сондай ұсыныстар айтып, жұмыстан кете салыңыз деп, ертесі күніне де тағы да ініме звондап, мектептің директоры, ағаңызға айтыңыз, кешегі числоменен задним числом жұмыстан босасын деген сөздерінің барлығы маған бұл қатты тиіп жатыр қазір.
просто папам жаман кылды да, жаман болду да деді. Мектепке пышақпен кірді деді. Я еле его уговорила, қойыңызшы деп зорға қойдырдым деді әкемді. Сөйтіп пышақпен кіргенін солай қызы маған айтты да. Ладно, иди теперь ты. Енді мама машинада отыр деді ма, барып отыр дедім. Сөйтіп ол кетті. Сол күні қыздың әкесі мектепке пышақ көтеріп келіп, маған оқталып, қасында сол жерде мектептің күзеті, мектептің қызметкерлері болды. Пышақпенен маған не қылып, қанша нелер көрген. Соның жартысы пышақты көрмедік деген жалған ақпарат беріп, бұның артында енді не тұрғанын тергеу амалдары көрсетер. Бірақ анық біліп отырмын, ол пышақ бар жоқ дегеннің өзінде де бір үлкен рөл бар шығар. Оны құзыретті органдар өздері тексеріп жататын шығар. Ал жаңағы басында айтқанымдай, бұл түрлік 19 число болған болса, 3 күн өтіп, ал 4-ші күні полицияға арызданып отыр бұлар. Иә, мені полицияға шақырды. Ол жерде барғанымда аудан әкімі, прокуратура қызметкерлері, аудан әкімінің ішкі саясаттан, білім бөлімінен көптеген нелер сол жерде отырды, сұрақ жауап болды. Мен бұл оқиғаның астында басқа да менің сыртымдан осыны істетіп жатқан үшінші жақтама адамдар бар екенін айтып өттім. Ол жерде оның кім екенін, не екенін өздеріңіз тергеу амалдарында нелерді көрерсіздер деп айттым мен оны. Тіпті қисынға сай келмейді. Дене тәрбиесі ұстазы ол қызға қарай қандай да бір заңсыз әрекет жасады дегенге. Себебі ол жерде басқа да азаматтардың сол жерде, сол уақытта болғаны белгілі. Тіпті куәгерлер өте көп десек те болады. Неге екені белгісіз. 18-і жаңағыдай ағай тарапынан сын айтылған қыз 21 күні ғана үйіне барып, өзіне ағайдың сондай дүние айтылғаны, 23-ші күні ғана мектептің директоры бұл нәрсені ушықтыруы, бұл Мұса ағайға жасалған қиянат деп ойлаймын. Себебі 30 жыл өзінің еңбек өтілі бар кісіге әрине бұл өте ауыр айып. Бір қызығы тергеушілер ұстаздың куәгерлерінен жауап алуға сықпай жатқан көрінеді. Сонымен қатар жәбірленуші тарап оқиғаның басты куәгерлеріне WhatsApp мессенджер арқылы дайын мәтін жіберіп, оларға жалған куәлік етуге үгіттеуде. РОВД-ға бардық, шақырды мені, завучтарды. По воспитательной части психологты шақырды. РОВД-ға барып, мән-жайын мен айттым, қалай болғанымды. Осындай хабарласқанын, күнін, сағатын. Айттым, РОВД-дан шықтық. Одан кейін келесі күні уже суббота. Өзімнің классымдағы Ақерке оқушым маған хабарлама жазады. Голосовым сообщением Асимаратовна бірдеңе айтайын ба деді. Не болды дедім. Сөйтіп ол айтып жатыр, Хакима маған звондап жатыр, маған хабарласты. Ол не деп жатыр саған дедім. Сөйтіп маған сообщение жіберіп жатыр деді. Сурет жіберіп жатыр маған, ол жерде бір көп нәрсе жазылған. Көрініші мен сізге жіберем деді да. Енді олар класс жетекші ретінде маған бөліскісі келіп, ол негізі біз жақынбыз қыздарыммен, мен өзім. Ол кез келген маған доверять етіп, не алады да, сол оймен маған жазған ғой енді. Не істеймін, маған хабарласып жатыр деп та. Сосын мен сізге қазір жіберем, көрініші дейді. Сөйтіп ол скриншоттайды, қалай жазғанын, не болғанын. А4 өзім оқып шықтым сообщениясын, Хакиманың жазғаны. А4 парақта взрослым почерком бір жазылған нәрсе бар. Какие-то там битіп айтты дегендер, какие-то показания жазылғанда. Соны суретке түсіріп жіберген екен Ақеркеге. Сосын хабарламасының өзінде жазылған. Ерке, сендерді шақырып қалу мүмкін. Егер шақырса, осыған қарап, оқып ал, осылай болды ма деп сұраса, иә, солай болды ғой деп айтасың деп, прям печатать етіп жазған. Еркен өз голосовоймен тағы түсіндіріп жатыр. Айтып жатыр, әкесінің мамасының номерін сұрапты Хакима. Мен папам мамамды сұрап жатыр, берші ата-ананың номерін. Бірақ Ақерке бермеді. Номерін бермеді мен Асимаратына. Әкешім уайымдамасын, әр нәрсені ойламасын деп. Хакима ренжіме, мен саған бірақ бермеймін номерін депті. Сонымен ол бітеді разговор. Ол суббота күні болған. Получается, пятница күні сол
мектептегі жағдайдан кейін суббота күні маған осылай хабарлап тұр Ақерке. Мен өз басым, жеке басым, советім солай болды қыздарыма. Ақеркеге де айттым, не переживай, ешқандай өтірік айтпа дедім. Кім саған звондаса да, кім хабарласа да, қай жақтан болса да, ешкіммен сөйлеспе дедім. Ата-анаңсыз ешкіммен сөйлеспе дедім. Ты маленькая, ты несовершеннолетняя. Ешкімнің сөзін жақтама, өтірік айтушы болма дедім. Қалай болды, мән жайды солай айт, егер де сұраса дедім. Хорошо деп, ол да сөйтіп келісіп не қылды. Тағы бір назар аударатын дүние бұл жерде. Яғни біздегі сол жердегі жергілікті әкімшілік дейміз, жергілікті құзырлы органдар. Бұл жерде бұл оқиғаны дәл осылай ушықтырып алуы. Яғни зерделемеуі. Бұл жерде куәгерлер өте көп. Сол күні болған қыздардан куәлік алудың орнына, мысалы, 10 шақты күн өткізіп алған. Мен барған күннің өзінде куәгер қыздардан тіпті жауап алынбаған. Мен барып жауап алған кезде ол қыздарға жаңағы жәбірленуші қыз текст жіберген WhatsApp-пен. Сендер тура менің барлығымыздың сөзіміз бір жерден шықсын, сендер де осылай куәлік етіңдер. Егер оқиға рас, қыз айтқандай болса, неге ол куәгерлерге дәл солай айтыңдар мен сияқты деп WhatsApp-пен жаңағы дайын жазбаны жібереді? Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз жалпы жәбірленуші қыздың айтып жатқан жаңағы өзінің сөздері шындыққа жанаспайды деген сөздер. Сол себепті ол қыз өзінің сыныптастарын өтірік куәлік етуге, яғни қылмысқа итермелеп отыр. Бізде 419 бап бар. Өтірік куәлік еткен ол үшін заң алдында жауап береді. Ұстазды жазаға тарту үшін өзінің сыныптастарын заңсыз әрекеттерге итермелеп отыр. Бұл дегеніміз қолдан қылмыстық іс ұйымдастырып отыр. Өзіміздің группамыз бар. Мен ата-аналар үшін ашқанмын. Ол жерде балалар да бар, ата-аналар да бар, барлығы бар. Сол жерге сообщение жазады, өте үлкен мәтін. Осындай менің қызымды домогаться етті сабақта учитель. Давайте бәріміз жиналайық мектепте деді. Түстен кейін мектепте жиналайық деді хабарламасында. Мектепте жиналайық, давайте защитим наших дочерей деп жазған. Он педофил. В общем, осындай. Мен өз басым өте возмущаться еттім, потому что не имеет она права называть его так, потому что без суда, без следствия, это уже жала жабу, мен сөйтіп ойлаймын. Кейін мен блокқа қойып тастадым. Кез келген ауылдық көршілер арасында WhatsApp чаттар бар. Сол чаттарда бұл кісі педофил, бұл көшеден көшу керек деген ұрандар пайда болған. Осының барлығын біздің жергілікті ішкі саясат болсын, құзырлы органдар болсын, жаңағыдай алдын алудың орнына уақыт өткізіп алған. Бізде 32 тістен тараған сөз 32 ауылға тарайды деген мақал бар. Жасөспірімдер арасындағы зорлық-зомбылық тақырыбы өте актуалды. Бұл тақырып көтерілгеннен кейін жергілікті жердегі прокуратура, полиция басшылығы бірден назарға алып, сол жерде болған куәгерлердің барлығынан жауап алып, қылмыс орын алды ма, орын алған жоқ па, жалған айтып отқан адамдардың барлығына ескерту айтып, жалған куәлік еткен үшін, жалған арыз жазылған үшін жауапкершілік бар екенін, бұл жерде адам тағдыры шешіліп жатқан барлығын ескерту керек еді. Бұл жерде ондай болмаған. Там такая целая анатомия жазылған. Ол әрбір бала оқиды оны. Наши дети оның бәрін оқып шықты ғой. Потому что ол ағайды осындай деп жазылған сөз, это уже дұрыс нәрсе емес, да? С моей стороны, как мать, это неправильно с одной стороны. Чатқа жіберген кезінде бір-екі родительдер солай айтылды. Бұл ағайды мен бала кезімнен танимын, потому что он не такой человек. Біз когда естіген кезімізде, мен сразу айттым, это не может быть. Потому что бұл кісіден ондай нәрсе шықпайды. Бұл кісі, біз бала кезімізден, например, көріп өстік қой. Бір лишний движениясын көрмегенбіз. Ол жас кезінде болмаған нәрсені, чтоб в таком возрасте істеу ол мүмкін емес. Бұл ақылға сиятын нәрсе емес. Ол ұрса да дұрыс. Мен мысал үшін қызым айтады,
ағай предупреждение берді, короткий кимеңдер, қыздар, сендер уже мектепте, бұл мектеп, сендерге форма, сендер уже үлкен қыз болып қалғасыңдар. Кеңірек юбка киіңдер, ұзынырақ юбка киіңдер, ниже колени деп айтады, потому что вы уже үлкен қыз болғасыңдар. Сендерді уже со стороны, что балдар над вами не любовались. Сондай замечание береді бұл ағай. Барлық балдарға да, қыздарға да деп айтады дейді. Мен сен алмаймын. Не то, что сен алмаймын, я уверена. Бұл кісіден бұндай нәрсе шықпайды. А если каждый ата-ана бүйтіп, мұғалімге бүйтіп жала жаба беретін болса, онда мұғалімдер қалмайды ғой, уже мұғалімдер статусы түсіп кетеді, во-первых. Во-вторых, в этой школе наши дети учатся. Это наши... Мен сол мектепте оқыған, мен сол мектепті бітіргенмін. Бізде мұғалімдер болған, но мы... Это родители берді. Балдардың сөзін сөйлейді. Абдымұса Мұқанұлына жабылған жала бүтін бір ауылды есеңгіреткендей. Ұстаздың замандастары мен ол кісінің бала күннен танитын достары, көршілері бұл оқиғаға әлі де сенбейді. Олар ауыл жұртын сансыратып, сансаққа жүгірткен оқиғаның тезірек аяқталуын тілеп, Абдымұса ағаның жолын кескендердің құйтырқы әрекеттері заң алдында жауапқа тартылғандарын қалайды. Адамның қасиеті ана қиналған жерге жүгіріп бірінші болып, осы біздің округ бойынша осы кісі жәрдем береді. Басына жұмыс қалса, үй жанып кетсе, бір жағдай болып қалса, біреумен екі адам ұрысып қалса, ерлі-зайыптың арасында айқай-шу болып қалса, әйтеуір жарастырып, тындырып қайтады. Үйлер жанып кеткен адамдар үйге жәрдем береді. Анау 5-6 баласын қалған адамдарға, жастарға басшы болып, соларға үстін жауап беріп жатқан күндері бар. Үйлерін кіргізіп беріп жатқан жағдайлары бар. Адамгершілік бұдан артық болмайды мұсылман адамда. Мұсылман адамның өзі иманнан басталады. Иман деген сабырлық, кешірімділік, кішіпейілдік қой. Бұда барлық соның кішіпейілдігі де бар, иманды, сабырлығы да бар. Адамдарға көмектеседі, қайырымдылық жағы да көп. Білмez 30 жылдан асқан мен білемін ғой бұны. 5 қолдай, 5 саусағымдай. Примерно 3000-нан артық шәкіртайым деді. Бәрі ағай деді. Мен небірелерімді оқыған. Балдарымда, қыздарымда, Сәулет деген балам барса бақырып, ұрысып, әлі күні ұрысыпты. Сен атаңа тартпапсың ғой, қопал әкесің ғой, баскет ойнап жатса. Әрекет қыл, спортсмен бол деп. Ол сөйтіп, маған жаны ашығаннан сөйтіп айтты. Қазір институтында Мұхтар Әуезов институты оқып жатыр. Сол баскетбол немесіне қабылдапты. Әрекетің бар екен, білімің бар екен деп. Осы қаржаның арқасы. Неше балдар мастер спорт болып жатыр, кандидат болып жатыр. Бітіріп шыққан балдардың ешқайсысы ұры қарып болған жері жоқ. Бәрі ел басқарып, отбасын бағып жатқан жандар қазір, мен өзімше. Білмеймін, бұл қандай пәлекет аспаннан кеп қалғанын түсінбеймін. Әйтеуір арқасы жақсылық болсын, сабыр берсін. Бұл тас түскен жерін ауыр. Бізге айту оңай. Сол прямо түскен адам әйтеуір сабыр берсін, ауырып қалмасын. Резонанс тудыру үшін елдің алдында абыроймен жүрген кісіні алдыда сондай жаман оқиғаға барып тасалды. Негізі біз мынау Абай ауданында 7 жасар зорланған баланың ісіне де көп назар аударуымыз керек. Ол жерде де Азамат деген жігіт қазір заңсыз қамауда отыр. Осындай резонанстың тудырғанның арқасында ол жігіт қазір жазықсыз қамалып кетті. Ол жерде де ойбай бала зорланған, ойбай ол жерде осындай манат, мақсат, басқа адамдардың аты аталды. Негізі Азамат деген баланың мүлдем аты аталған жоқ ол оқиғада. Бірақ оқиға өткен кезде тіпті ол ауылда болмаған да. 4 эпизодын айтады, 4 эпизодын 4-еуінде де біреуінде Алматыда болған, тіпті екіншісінде автобуста болған, үшіншісінде көзіне операция жасаған, 4-шісінде жаңағы Алматыда болған. Бірақ 17 халықаралық экспертиза сараптама қорытындылары, зорлық-зомбылық белгілері анықталмағанның өзінде қазір Азамат осы резонанс тудырылған іс бойынша қамауда отыр. Прокурорлар соңына дейін айтқан, балаңыз қамалмайды деп, анасы сенген. Бірақ резонанс туды, бала қамалып кетті. Яғни бір баланың тағдыры резонансқа бола, резонанс көтерілді, оның ақ қарасын шешпей жатып, апарып қамай салды. Халық шулап кетпесін. Ал баланың тағдыры ше? Бұл жерде де солай болуы әбден мүмкін еді. Яғни істің бәрін шулатып, халық сенбейді ғой ол. Пока
яғни бұл ақпараттың барын ақ қарасын анықтап жеткізем дегенше органдағыларға бір кісіні апарып қамай салған, былайынша айтқанда дұрысырақ. Халық шулап жатыр деп қамай салатын еді. Егер де бұның барып ақ қарасын мен барып зерделемегенімде. Кешеге оқиғадан кейін мен уже молдам шокқа түсіп қалдым. Мен өзім магазинім бар. Естіп қалып, не может быть, кім айтып жүр бұны? Деп сенген жоқпын. Анасını шақырдым. Қалы деген сылбынды. Маға кеп кетші. Не болатыр? Осындай жағдай естімсам, сондай әпке. Молдан бұл кетсе, бұл қайықтан шыққан әңгіме. Бұл мұса бір оға бір қызығы бір бүйтіп қайырып бүйтіп қарамаған болса, ауылға бәрге жардам қолыны беріп, созып, кім несті соңға жүгіріп барадыған болса, одан сыным онай жұмысы, мен молдам сенмеймін, кім бүйтіп жүр. Сондай. Олар кеткендегі озымды бері қарадым. Бәле жөпкен деген айылды танимын демеймін. Ол мен кішкентейді қыздырды. Әке-шешесін, бұл неге бүйтіп не жұмыс істеді? Озымға былай ойледім де. Қой, мен үй жағыға барай, олан сөйлесей. Сен не еді бұл? Бүйтіп жала жауып жүрсін. Деп мен бардым. Сол үйде бардым. Ділназа деген шешесі, сол Ергеш деген. Ол Ергеш деген әкесі бір колхоз бригадир болғанда, қызды әкесі. Әйелін дейм, әке шешесін танимыз. Мен өзім 42 жыл, 43 жыл болды сол ауылға бәрін айтыр. Барсам, келін қызып күтіп ала салды. Сөйтіп мен айттым, не болатыр Ділназа, неге мұндай? Сендерді қайнай шайтан жолдан ұрды? Сендер неге жала жаппастар Мұсаға? Амандай осындай істепті, тоқта сен. Сен Мұсаны кішкентай кезіңдерін білестір ғой. Сендер ары бер жерге келген болсаңдар мер екен. Мұсаны осындай жұмыс істеп жүрген естіңіздер ме сіздер? Ол авторитіне абыройлы семья болса бұлар бәрі. Өзіге жараса болса, сен қай ойың балан бүйтіп жүрсің сен? Сен сам жоқ, ондай созыны сөйлеп атыр дегенді. Мен молдан бұңа қосылмеймін дедім. Сен бүйтіп бала жала жаппа сен дедім. Ертең мұны сен өзіңді қызыңды өзің атыны шығарып атырсың ғой. Сен ойлап атырсың сен соны? Қой мұны жұмысыңды қой, кешірімдік болыңдар. Ертең мұны құда қаласа еттектен болса таза ақ. Ертең қай бетің білен сен бүйтіп не аласың? Бәр ауыл білеміз. Ертең неме қой өйтіп айтпа сен. Мен мақұл тағы да келем деп мен кетім. Мен тағын келем, ойланыңыздар. Алда болса кешірім барып сөреңіздер. Деп мен шығып кеттім үйден. Сүйсам, ертасы қарасам уже неге WhatsApp-тарға группаға тарқатып жігіттер, шығыңыздар, еркек бар ма бұл Черневкаға? Сондай болды, шығыңыздар, еркек бар ма дегеннен кейін Черневканы балдарыны еркек дегеннен кейін сөйтіп оны есігін алдыға жиналып барыпты бары. Бәрі жиналып барғандан кейін сүйсек уже мен шықтым, шығуға мәжбүр болдым енді. Мысалан, үй жағыға бардым. Сесам аялы давление жанна, уже скорый шақырдық, уже давление шығып кеткен, давлениеден құлап кеткен, уже қандай не уже семья балдары, келіндері, уже айтамайым, до того соншалық. Мен шықтым, не істеп тұрсыздар? Сіздер қай ойларыңыз білін бейсіздер, Қазақстан елі болып тұрып, Қазақстан жігіттер балдары болып тұрып, қайтыңыздарды бәрін ұрысқандай бәрі қайтып кете салды. Нұржан үйдем үйді. Сен нағып жүрсің дедім. Не үшін ол есігін алдыға жиналып бардыңыздар? Нағып кемедіңіздер десем, сіз бүйтіп айтты дейді. Еркектер бар ма, жігіттер бар ма деген біз немізге тиіп қандай барып сөйлесек. Әкесі шықты дейді, Ергеш қызды әкесі. Сөйтіп шығып, осындай жұмыс істеді. Сондай істеді. Біз айттық, қаны факт бар ма, доказат бар ма, көрсет бізға. Деп айтсақ, ештеңе көрсеткен жоқ. Жеңчең ауырып жатыр. Пока факттар соңға деп айтқаннан кейін сызды айтты дейді. Ама шешесі білен келіп, мен жеді қатты ренжідім. Шешесі білен келіп, кешірім қағаздарыңызды алыңыздар, бізге ақша ұсыныс жасады деп айттығаннан кейін біз есігін алда отырғаннан кейін сендік деді. Значит, жұмысты істеген, ақша ұсыныс жасағаннан біз сендік дейді. Уже намысымыз неғып кеткеннен кейін біз сөйтіп барамыз, есігін алдыға барып, уже сондай көтеріс қыламыз деп. Айттық әпше едіғанда. Кім айтты дедім? Әкесі сөйтіп айтты деді. Енді қарайлап тұрмын, Нұржан дедім.
Мен екі рет барған диктофоным бар. Мен сенге диктофон естіремін, қазір прямо алдыларыңға звондаймын мен дедім. Ділназаға қызды шешесіге дедім. Егер ақша туралы айтса, сонда не істеңіздер, білесіздер мені дедім. Звондадым, громканы шығарып қойдым. Ділназаны, ассаламу алейкум деп, өзбек қой, алейкум, қалай жақсы жүрсіздер, мама, несен. Ділназа дедім, мен 2 күн үй жағынға бардым, дұрыс па? Мені сіздерге айттым, мені Абдымұса жіберген жоқ, оларға да сөйтіп айттым Ділназаға. Мен өзім ке отырым, мен олар жіберген жоқ дедім, оларға айтқан да жоқ бендім. Просто мен басып келген үшін келдім деп айтқандым. Мен дедім, сенге үйінге 2 рет барғанымда, кеше шешесін ақша сонда естім мен сыйларға. Жоқ ақша. Ал мен сіздерге ақша арыздарыңызды алыңыздар. Қанша ақша болса бері жоқ біз айтқан жоқпыз ақша деп ешкімге айтпадық. Сіз өйтіп айтпадыңыз, кешірімді болыңыздар деп айттыңыз деген ана жігіттер естті. Ал сен нағып өйтіп жүрсің екеуің, сендер жоқ, сіз өйтіп айтпадыңыз. Аналар 1-2 рет айқайлады. Бізді қазақты сен үгіттедің ме? Сен телефонды өшіріп қойдым. Міне сіздерге дәлел доказат керек по дедім. Сондан кейін ауылды жігіттері келіп, кешірім сұрап, білмедік біз деп сөйтті. Мен уже намысыма тиіп, уже мен немге тиіп кетті, уже айтылмаған сөз. Көрдіңіз ба? Ал енді жаланы, шетіні біліп тұрыпсыз ба? Мұсаны осындай, бұны кімдір артта тұр, бізді өзіміз үйлеңіші бар артта бір адам. Мұсаға жала жауып, мен ұйыға барғандан кейін, мен ғада көрдіңіз ба? Бала жабғатқанына ақша ұсыныс етті. Бұл оқиғаның артында меніңше белгілі бір күштер тұр. Себебі бұл оқиға біреулерге өте керек. Себебі ұстаз қазақ азаматы, оқушы өзбек, яғни екі ұлт арасына жаңағы ұлтараздық салу үшін бұл мәселені көтергісі келіп отыр деп те ойлаймын. Себебі ешқандай ол жерде қылмыс болмаған, қылмыс орнын алмаған, бір күн бұрын жаңағыдай ескертпелер болғаны рас, оны сыныптастары айтып отыр. Ол жерде тек қана бір ғана жәбірленуші қызға ғана қатысты айтпаған. Ол жерде жалпы сыныпқа айтылған, сыныптағы оқушыларға айтылған, шашты жинап жүру, ұзын кию, тізеден төмен кию деген сияқты ол ұстаздың айтылатын әңгімесі. Оған барып, ол артық сөз айтты деу, ол дұрыс емес. Кешегі ұстаздар күнінде президентіміздің өзі айтып кетті. Ата-аналар баланың көзінше ұстазға ұрыспау керек деп. Бізде қазір қалай болып кетті? Ұстазды аламыз да жерден алып жерге саламыз. Онсыз да мектеп директорлері сағатты саудалап жатқан кезде ұстаздар ата-аналар тарапынан да қолдау көрмейді. Құқықтары тапталып жатады. Директорлер бір жағынан, екінші жағынан ата-аналар. Қазір ұстаз болғысы келетін адамдар азайып кетті. Себебі не? Мектепте қысым өте көп. Бұларды ойы уже бізді Қазақстанның барына не дейді анау давастопқа көтеру үшін, татуап осындай дәрежеге жеткізу үшін солар үйім уже реже бәрі болған ғой бұл. Бұлар бұрындан ойлап жүрген бұл жұмысты. Егер ондай істеме деген ойы болғанда бұндай жұмыс істеместі. Көрдіңіз ба? Ал енді осындай жұмыс істеп жүрген Абдымұса болса мейлі екен. Сонда да мен жігіттер кейін олар көздері барып жетті. Бәрі Черневканың нелары. Неге дегенде кешеген тағы да айтып жатыр, кешегі бақиға 5 жасар болғаннан кейін бәрі өзіміз елі, өзімізге келген жеріміз еді. Ал бұлар, көрдіңіз ба, бұларды уже жала жауып, мұндай бұларды бір-бірге біз Қазақстан, біз Женевке мұндай да көтеруге. Енді мен бір нәрсесін айта алмаймын оны. Мен мысалда мен қорықпаймын да бұндан. Мен бір Алладан қорқам. Енді бұланы туплары намазған. Бағана бала жала жауып атқан айылды. Түсіндіңіз ғой. Ал не істеу керек? Бізді Қазақстанды көтеру керек бұлар. Ұрыс. Мен ойым сол. Мен беттарға да айтып жіберем ол сөзді. Мен қорқпаймын. Неге ақиқат керек беға? Ақиқатты бәріні шешу керек. Ал оларды артыда бар. Бұл осындай деп мен ойлаймын. Өзі де орамалды кісі, мамасы. 3-4 әйелді көрдім мен. Мектептің территориясында отырған, ешқандай ауылдан ешкім келмеді. Мысалы, қанша жерге жарияласа да, ешкім оны бүйтіп қосылып, оған поддержка болып келмеді. Барлық группаларда, барлық чаттарда ол кісі жазған екен. Енді агитация жүргізіп отыр ғой. Айтады,
на больное да, енді бәрінде қыздарың бар, қыздарыңды ойлаңдар, если вдруг сендердің қыздарымен сөйтсе не болады деп сондай сөздермен не қылды да ол кісі. Ну, она думала, наверное, что да, что-то да, все будут подозревать. Ну, как видите, ешкім келмеді. Өзінің родственниктері, естіген бойынша, келіндері келген, сол. Наняла она, кажется, білмеймін, ақшаға жары не қылды ма, бір частный журналист па, білмеймін, сол кісімен келді айтпақшы. Человек снимает нас на видео, не предоставил ничего, ни корочки, ни документа, что он какой-то представитель официальный. Снимает нас на видео. Бұл оқиғада тағы бір назар аударатын дүние. Әшейінде жаңағыдай журналистерді бір шынына құқығы бұзылып, заңды түрде көмек керек жерде журналистерді таппайсың. Зорлық-зомбылық тақырыбында өте көп жүремін ғой. Кейде шынында да журналистердің, бақ өкілдерінің күші керек болады. Сол кезде мен сол журналистерді жаңағы блогерлерді таппаймын. Көмек беріңіздер, мына жерде мына қыздың құқығы тапталып жатыр деген кезде ешқайсы келмейді. Тіпті жаңағы ол мәселені көтермейді. Ал бірақ неге екені белгісіз, айдаладағы ауылға арнайы Алматыдан ат терлетіп журналистер келеді, Жетісайдан ат терлетіп блогерлер келеді. Неге? Неге келді олардың бәрі? Кімдер шақырды оларды? Бұл кімге керек болды? Бұның да артында үлкен сұрақ. Осының барлығын прокуратура, құзырлы органдар, полиция зерделеу керек қой. Қылмыс әлі болмаған қылмыс үшін қылмыс орын алды деп кімге көрсетпекші болды бұл жерде? Мен ардагер ұстазбын. Мына кешегі естіген оқиғаны естіп білгеннен кейін мен оған сенбедім. Себебі Әбдімұсаның табиғаты ондай жаман нәрсеге баратын адам емес. Мінезі бізге белгілі. Ақ көңіл адам, мейірбанды. Өздері кішкентай кезінде қиыншылықпен өскен, оны секрет емес, оны білеміз. Мамасы ертіп жүріп тәрбиелеген осы жігіттерді. Інілері бар өзінің. Міне әлде де қай жерде жүрсе де жұртқа жәрдем бергісі келіп, қол ұшын созғысы келіп тұратын азамат, оны бүкіл ауыл округіміз біледі. Жалғыз Жібек Жолы ауыл емес, жанындағы тағы 4 ауыл, Дихан Баба, Жаңа Тұрмыс, Қызыл Сарқырама, Сортөбе деген ауылдарымыз бар. Міне бір округта біріктірілген. Міне соның бәрі біледі. Міне соның арқасында бұл Әбдімұса аудандық мәслихаттың депутаты болып сайланған. Сол жерде жемісті еңбек етті. Мектеп директоры болған, оқу тәрбие жөніндегі мектеп директорының орынбасары болып істеген. Міне талай жарыстарға апарып, талай азаматты республикалық деңгейге дейін спортшыларын көтерген. Баскетболдан өзі шебер. Сондықтан оның оқушылары да сондай жақсы нәтижелер көрсетіп жүрген. Адамгершілігі мол, елдің алғысын алып жүрген азамат. Сол үшін мен ешқашан сенбеймін, осы Әбдімұса бір оқушыға бір қиянат жасады деген. Ол оқушыларға балам деп қарайды, немерем деп қарайды. Мені осыны барлығы түсіну керек. Ал енді мен басқа қыз баламызды, оның да несін жағдайын түсініп айтқым келіп отыр, әке-шешесі де сәл ойлану керек. Біреулер оларды қайрап атқан шығар, бірдемемен қызықтырып атқан шығар. Бірақ жап-жас қыздың абыройын сонша осылай жария қылатындай жағдай емес. Міне түсіністікпен қарауды өтінер едім мен барлық халыққа, біздің ауыл округінен. Біреу анау айтты, мынау айтты деп шапқылап жүгіріп, жаман сөздер айтып, артынан сондай әңгіме айту тоқтату керек. Азербайжандардың 90 емес 95% мен жақсы тұрады. Мұсадан тек қана жақсылық көргенбіз. Өзі біздің мектепті біз бітірген мектепте өзі педагог болып істеп жатыр. Неше жылдан бері біздің балдарымызды оқытып бітірген мектепте қазір неберелеріміз барып жатыр. Любой тойда, жақсылықта, любой жерде, любой неде Мұса сияқты да жақында Азербайжандардың арасында, өз арасында бір стычка болды. Сояқта болса басынан аяғына шейін жүріп, ақыр жарастырды да соны. Соны Мұса
Соның үшін біздің осындай қазір болған тірлікке мен лично өзімде сене алмай жатырмын. Ауылымызда сол, мысал үшін Азербайжандар да сол. Не дейміз, Мұса жағынан тек қана жамандық емес, жақсылық, тек қана жақсылық көргенбіз Мұса жақтан. Мына болып жатқан келеңсіз жағдайда құқық органдары экспертиза барлығы анықтап өздері шешер. Менің айтарым тек Мұсаның бойындағы жақсы қасиеттері. Мұсаны мен бірге әріптесіміз 20 жылдан бері білеміз. Бір салада істейміз. Мұсаның жасымыз үлкен болса да Мұсадан үйренетініміз көп. Біз үйреткеннен гөр, үйренетініміз көп Мұсадан. Өйткені елім, жұртым, халқым деп өмір сүріп келе жатқан азамат барын ортаға салады. Ең соңғы тиынына дейін беретін шығар. Өйткені осы жаңа ағалар айтып кетті ғой, біз көп ұлтты жерде тұрамыз. Соның барлық келеңсіз жағдай болсын, қуанышты күндер болсын, Мұса солардың ортасында. Тек ортасында. Мұса қай жерде десек, Мұсаны сол жерден іздеп табамыз. Өйткені солай жазылған ол келесі ұрпаққа жасап жатқан жақсылықтарында шек жоқ. Өйткені қанша спонсорлық жасап, қанша турнирлер өткізіп, мына өтіп кеткен ағаларым, Ұлы Отан соғысына өтіп кеткен ағаларым аттарын қайттан жаңғыртып, солардың атынан дұға оқытып, бата оқытып, мына турнирлер өткізіп жатқан кім? Мұса. Қайда жүрсің? Мұса. Мұнда Мұса, анда Мұса. Тек Мұсаның біз үйреткеннен үйренетініміз көп деп ойлаймын. Құда қаласа мынау елге елеулі, халқына қалаулы азамат десем жаңылыспаймын Мұсаны. Өйткені мынау енді бір қазақта айтады ғой, адам бәле жаладан сақта, Құдай дейді ғой. Мына бәле жала деп ойлаймын. Бәле жала деген нәрсе өте қиын нәрсе. Өйткені болмаған нәрсені болды деу, ол қазіргі заманда, дәл қазіргі заманда бір таңсық нәрсе болмай қалды ғой. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әр жолдауында білім саласының қызметкерлері мен оқушылардың сапалы білім алуына, олардың қауіпсіздігіне ұдайы тоқталып, үнемі назарда ұстайды. Мектептің жаны мұғалім деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, ұстаздың бала тәрбиесіндегі орны ерекше. Әр оқушының тұлға болып қалыптасуында мұғалімдер маңызды рөл атқарады. Сондықтан біз педагогтерді әрдайым қолдаймыз. Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың қолында деп, биыл білім күнінде де мұғалімдерді қолдайтынын жеткізген болатын. Енді менің сол ауылда кешегі өткен осы мектеп директорлігіне де әрекет жасаған кезімде сол жерде тоқтатып қою мәселелері, одан кейінгі болып жатқан мынау кешегі сайлауда мен өзіміздің сол мектеп директоріне қарсы жұмыс істеу шаралары, сондай нелер көп қарсы істелген. Соның салдары деп ойлаймын осының барлығы болып жатқан. Жақында уже мынау ноябрь айларына барып, мен де документімді тапсырып, Құдай қаласа сол мектеп директорлігіне деген үміткерлігім бар еді. Оны да олар біліп отыр. Соның астарында осы тірліктерді шығып жатыр деп ойлаймын мен. Жалпы елімізде қандай да бір резонанстық мәселе көтерілген кезде, мен әсіресе зорлық зомбылық тақырыбына келетін болсам, бұған біз дұрыс педофил қамалу керек. Бірақ әрбір сотталушының, әрбір азаматтың қорғануға құқығы бар. Бізде кінәсіздік презумптасы бар. Әлі адамға айып тағылмайды, ол адамды педофил деуге ешкімнің құқығы жоқ. Қолымнан келгенше сол ауылда қызмет етіп, сол ауылдың патриоты болуға әрқашан әрекет жасағанбыз. Бұл тірлік енді маған тек менің өзім емес, мен оны жігіт адаммен көтеретін едім. Жаңағы ұйымдастырылып отырған кісілердің оларға айтарым, менің қалтама бір наркотик салып па, или басқа бір тірлікпен, мен оны жақсы қабылдай алатын едім. Енді мына қыздың тірлігімен маған бұны істеп жатқанын мен өте ауыр, өзіме еш басыма да сиіп отқан жоқ. Қазір түс көргендей болып бұны өзіме қабылдап жатырмын. Үйдегі менің бала шағам, жұбайым, үйдегі келінім, солардың қасында, елдің алдында, халықтың алдында менің абыройымды осындай төгемін деп осындай қитұрқы өте сайқал ойынға барып жатқандары бұлардың өте өкінішті.
Тіпті осы оқиғаны өзінің пайдасына мектеп директоры пайдаланбақшы болған деп ойлаймын. Себебі сол жерге Мұсағайдың айтуы бойынша мен директорлікке үміткер едім. Сол себепті бұл маған жасалып отырған қастандық деп отыр. Бұл жерде зорлық зомбылық оқиғасын өзінің жеке бас пайдасына пайдаланып қалғысы келгендер өте көп болып отыр. Бізде қандай түсінік пайда болды? Резонанстық оқиғадан өзінің жеке бас пайдасын көретіндер өте көбейіп кетті. Яғни біз резонанс жасасақ, біздің тарапымызға бұл оқиға шешіледі деген құзырлы органдар тарапынан да осындай ойлы адамдар өте көп. Себебі бұл оқиғаны сол уақытта, сол күні естігенде бірден нүктесін қоюға болатын еді. Бүкіл сол уақытта болған куәгерлердің барлығын жинап, дәл осының бәрін мен сияқты біртіндеп тізбектеп сұрап, сол күні болған куәгер оқушы қыздардың барлығынан оқиға барысын, қалай болғанын, кімдердің қатысқанын, тіпті жаңағы ұстаздың сондай қылмыс жасаған іс-әрекетін бәрін тергегенде, дәл бүгін осы әділдік іздеймін бағдарламасында бұл мәселе көтерілмес еді. Яғни ол кісі құзырлы органдар тарапына барғаннан кейін, жауап ала алмағаннан кейін, яғни ол өзін ақтап алатын куәгерлерді сұра алмай жатқаннан кейін, ол кісі осы біздің әділдік іздеймін бағдарламасына келіп отыр. Ол өзінің абыройын қорғау үшін құзырлы органдарға емес, маған келіп отыр. Неге деп ойлайсыздар? Себебі жергілікті құзырлы органдар өздерінің қызметін дұрыс атқарып отырған жоқ. Бағдарламаға келіп, мен осы кім көрсе, көшеде көргендер, Мұсаға бұған сенбейміз ғой, бұл мынандай ғой, сен ондай емессің ғой, мынандай емессің ғой деп, көргеннің әрқайсысына мен түсіндіріп оны, менің айыпты емес екенімді, бұның барлығын түсіндіруден мен уже басым шаршады, уже арадан 10 күн уақыт өтті. Сол үшін мен осы әділдік іздеймізге келіп, осыны көрсетіп, менің ақ екенімді дәлелдеуге сіздер осы әділдік іздейміз көмек берсе екен деп келіп отырмын. Түркістан облысындағы құзырлы органдар бұл істің ақ қарасын анықтап, жазықсыз адамға жала жапқандар тиісті жазаларын алады деп сенеміз. Бас прокуратураның бұл істі жіті бақылауына алуын сұраймыз.